Сәлеметсіздер ме? Сіздер Ақниет арнасындасыздар. Менімен бірге корей тілін қазақ тілінде үйренуді жалғастырайық. Бүгін сабағымызды жалғастырсақ, мен қазір кітапты көрсетейін. Достар, мен осылай бір беттік етіп көрсетуді шештім, себебі осылай көрсеткен кезде үлкенірек болып көрінеді екен. Алдын екі бет қылып қойып қоюшы едім. Енді біз сабағымызды бастамас бұрын алдыңғы сабақтағы тапсырманы орындайық. Бұл жерде мен сіздерге мына тапсырманы орындауды сұраған болатынмын. Енді бұл жерде біз жаны, алды, артты деген сияқты жаңа сөздер үйренгендіктен біз осы тапсырма соған байланысты. Біріншісі ол айтады, телевизордың бір жерде гүл вазасы тұр дейді. Гүл вазасы бізде телевизордың үстінде тұр. Сондықтан телевизион 위에 꽃병이 있어요. яғни 위에 болады мына жерде жауап. Енді екінші 이민우 так, 이민우 деген қайда? 이민우 деген мынау, және Carol дейді. Carol деген мынау. Значит, 이민우 және Carol туралы айтылып жатқандықтан Carol 씨가 있어요. яғни Carol қай жерде тұрғанын бізге табу керек. яғни 이민우 씨 뒤에 Carol 씨가 있어요. Үшінші тапсырма, бір кісі, she деген жалпы бір адамды білдіреді. She деген бір адамды білдіреді. Сол адам, сол адамның сол жағында сумка бар дейді. Сумка мына жерде тұр, сол жағы, яғни Уэсли. Уэслидің сол жағында сумка бар. яғни Уэсли 씨 왼쪽에 가방이 있어요. Төртінші, сумка дейді. Сол сумканың бір жерінде кітап бар дейді. Кітап қай жерде бізде? Кітап жоқ, ішінде екен. яғни 가방 안에 책이 있어요. 안에 деген, яғни 안 деген іші. 신문이 가방, яғни газет сумканың бір жерінде тұр дейді. Ол бізде астында тұр. Сондықтан 신문이 가방 아래에 있어요. енді алтыншы, 이민우 씨, так, 이민우 туралы болады. 이민우 бір кісінің оң жағында тұр дейді. 오른쪽에 дейді. яғни ол кісі мынау. 이민우 씨가 댄 씨 오른쪽에 있어요. Так, осымен біздің тапсырмамызды талқылауды бітірдік. Енді бүгінгі біздің жаңа сабағымыз сандар. Бұл сабақ кішкене ұзақтау болайын деп тұр. Сабырлы болып, осы сабақты аяғына дейін тыңдауларыңызды өтінемін. Себебі сандар корей тілінде екі түр бар. Біріншісі осы сино-кореян деген сандар, яғни сино-кореян деген ол сино деген Қытай тілінен енген деген, яғни Қытай тілінен енген сандар. Мыналар жалпы Қытай тілінен енген сандар. Екінші түрі ол корей тілінің өзінің сандары, өзінің мына native Korean numbers, яғни корей тілінің өзінің тілінің сандары. Олардың қолданулары яғни екі түрлі жағдайларда қолданылады, әртүрлі жағдайларда. Қандай жағдайларда қолданылады? Мынау Қытай тілінен енген сандар, мына телефон номерлерді айтқан кезде, автобустың номерлерін айтқан кезде, бой, салмақ, адрес номерлер айтқан кезде, жыл, ай, минут, секунд және баған айтқан кезде. Ал мынау кім? Мынау корей тілінің өзінің сандары санаған кезде, мынау біреу, екеу, үшеу, төртеу деп санаймыз ғой біз. Сол кезде өзінің сандарын қолданады, және де сағатты айтқан кезде, мысалы, сағатты осы корей тілінің өзінің санымен айтасыз да, ал минут пен секундын уже Қытай тілінен енген сандарды айтасыз. Жалпы қазір енді бір ауыр сияқты көрініп тұрған шығар сіздерге естіліп, ойбай, екі түрлі сандар қалай жаттаймыз деп. Жалпы қазір мен сіздерге түсіндіріп беремін. Түсіндіргеннен кейін кішкене өздеріңіз практика істегеннен кейін барлығы уже оңай болып кетеді. Ал бастайық. Қытай тілінен енген сандарды нөлді біз йоң деп атаймыз. Кейде коң деп айтамыз. Йоң десеңіздер де, коң десеңіздер де, екеуі де бірдей, яғни бағанасы бірдей. Екеуін де қолдана берсеңіздер болады. Ситуацияға байланысты. Бір ол ил. Екі ол и. Үш ол сам. Төрт ол са. Бес ол о. Кәдімгі о әрпі. Алты ол юк. Жеті ол чил. Сегіз ол пал. Тоғыз ол ку.
10 ол 10. Енді біз 10-ға дейін санап көрейік. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ал менімен бірге қазір қайталаңыздар, мен айтқан кезде қайталап көріңіздер. Міне 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қайталадыңыздар ма? Енді қалған сандар осыларға байланысты. Мысалы бізде 10 деген 11 де айтқан кезде 10 және 1-ді қосып 11 болды. Бұл корей тілінде де сондай. Шип пен илді қосады, сонда шибел болады. Сонда 11 деген сан. 20 деген и, потом шип. Сонда и шип деген ол 20. Сам шип ол 30. Са шип ол 40. О шип ол 50. Юк шип ол 60. Чил шип ол 70. Пал шип ол 80. Ку шип ол 90. Пек ол 100. Пек 100 деген. Сіздер түсіндіңіздер ғой, 10-ға дейін уже жаттап алатын болсаңыздар, қалғандары соған байланысты. Мысалы 12 болған, мысалы 11, 12, 13 деген кезде шипті аласыз да, бірінші 10 деген. Онан кейін аларды айта бересіз. Шип и, шип сам, шип са, шип о. Яғни сіз 10-ға дейін жаттап алсаңыз, ары қарай уже оңай, 100-ге дейін сана оңай. Енді қайталап өтейік. Менімен бірге қайталаңыздар. Шибел, ишип, самшип, сашип, ошип, юкшип, 70, 80, 90, 100. Енді біз үлкен сандарды өтеміз. Осы үлкен сандарды да жаттап алыңыздар. Қараңыз, бұл жерде 1000 деген бар, чон. Және 10.000 деген бар, ман. Болды, осы. Чон мен манды білсеңіз, уже үлкен сандарды осыларды қолданып айта бересіз. Чон және ман. 100.000 деген ол шипман. Мына қараңыздар. Бізде бүйтіп айтамыз ғой. Мысалы, 100 дейміз. Сосын өтірге 1000, я? Сонда 100, екі словар, яғни екі сөзді қолданып, біз 100.000 айтамыз. Ал кәрістер, олар былай айтады. Жалпына 10.000 деген ман қойшы. Олар, мысалы, 10-ды бөледі да, мына 10-ды бөледі. Сонда мына жақта 10.000-ның саны тұр. Сонда 10.000 деп айтады. Яғни шип деген ол 10, ман деген шипман. Мен айтқаным түсініп жатсыздар ма? Айтайын дегенім, бізде мысалы 100 дейміз, 100 деген vocabulary емес, сөз қорын 100 деген сөзді қолданамыз да, одан кейін мына жақта 1000 қалады, сонда 100.000 болып айта саламыз. Олар былай айтады, 10.000, яғни шипман деп айтады. Енді мына жерде қараңыздар, тоже бізде 1 миллион ғой, мына өтірге байланысты айтамыз ғой, ал кәрістер бүйтіп айтады. Мына қараңыздар, мына жерге үшін 100, ана 4-0 ол ман ғой, жалпы 4-0 деген ол сөз ман деген сөз. Ал 3-0 ол чон. Олар чонды қолданбайды да. Осы мына қараңыздар. 4-0 қалды ма, ол значит ман. Ал оған дейінгі, мысалы 100 бар, онда пек ман оған деп айтады. Мысалы, пек 10 деген енді корейский ақшаның валютаның аты ғой, просто мен по привычке айтып кеттім. Негізі мына қараңыздар. Сонда соңғы 4-0-ін алып қалады да, оны ман деп айта салады да, ал соғанға дейінгі санды сол атымен айтады. Мысалы, егерде мысалы, мына жерде 4-0 қалды, ман, және жаңақта 3-0, яғни 7-0-дік сан болатын болса, оны 4-0 жаңа ман деп айтады да, ал қалғанда мына 3-0 деген ол чон ғой, чон ман дейді сонда. Көрдіңіздер ма? Мына қараңыздар 4-0, міне 4-0 ол бізде ман болса, а мына жерде 10 қалып тұр ғой, сонда шип ман дейді. Яғни сіздер сан үлкен сан болатын болса, соңғы 4-0-ін алып қаласызда, оны ман дейді да. Одан кейін қазір ары қарай оны түсіндіремін. Жалпы мына жерде сондай. Так, енді біз жаңағы айтып кеттік, Қытай тілінен енген корей сандарын біз жаңағы телефон номерді айтқан кезде, автобус номерін, салмақ, бой, салмақ, адрес номер, жыл, ай, минут, секунд және бағалар айтқан кезде қолданамыз. Ал енді телефон номерді айтқан кезде қалай айтатынын көрсетейін. Так, мына жерде біз мысалы 0-ын 4783, 3275 деп айта салатын едік, ал бірақ кәрістер бір-бірлеп айтады санды. Енді 4000 деп айтсаңыз да болады, бірақ көп жағдайда осылай бір-бірлеп айтады. Мына бізде 0 қандай еді? Ол коң еді. Коң, ил, коң, яғни 010 дейді. Са, чел, пал, сам, яғни 4, 7, 8, 3. Эд, яғни осы екінші нәрсені айтқаннан кейін, са, чел, пал, сам,
3, 2, 7, 8. Ой. 3, 2, 7, 5. Яғни 3, 2, 7, 5. Сонда сіздер 0-ді айтып аласыздар, алдыңғы сандар, потом 4-ін айтқаннан кейін n-ы қосасыздар, кәдімгі осыны бір-бірлеп санды айтасыздар. Сіздерге осы санды үйренген кезде жақсы практика. Осындай номерлер алыңыздар да, соны бір-бірлеп айтып үйрене беріңіздер. Көп айтқан сайын сол сізге номер оңай жатталады. Сондықтан өзіңіз мысалы контактыда бар ғой, өзіңіздің туысқандарыңыздың номерлері. Соның бәрін біз енді басқаша басталады ғой, 8, 700 бір нәрсе деп басталады ғой. Соны 8, 7, мысалы о деп ше, солай сияқты қылып айтып үйрене беріңіздер. Мысалы, автобустың номері 163. 163, иә. Оны 100 деген пек, 60 деген юкшип, 3 деген сам. Бон деген ныншы деген нәрсе ғой. Мысалы, кітаптың не бет еткен кезде 31-ші бет, мысалы 163-ші автобус, соны ш деген бон ол. Пек юкшип сам бон. Енді бойын айтайық. Бойы 150 сантиметр екен. Оны пек ошип, яғни 150, пек ошип сантиметр, яғни бұларды сантиметр деп айтады. Ал 48 килограммна 48 килограмм ол екен. Оны са шип пал, яғни са 4, 10 деген шип, са шип пал 8, 48 килограмм. Үшінші қабат дегенде сам чың деген ол қабат, яғни этаж деген білдіреді. Оны сіздер лифтта көп естисіздер. Сам чың, о чың, и чың деген сияқты. Енді біз комната номерін айтқан кезде хоны қолданамыз. 501 хо. Яғни сіздер қазір мына сөздерге қатты мән бермей қойыңыздар. Сіздерге қазір ең басты мақсат ол санның айтып үйрену. 501 деген обек ил, обек ил. Хо. Так, енді дом, яғни осы үйдің номері, потом сол комнатаның номерін айтқан кезде бірінші үйді айтамыз. Ибек шипсам дом, сабек шип и хо, яғни 213-ші үй, 412-ші квартира. Енді мына туфли бізде 83 мың вон тұрады. Оны біз жаңа айттым, я, 4 сан қалып тұрған кезде онда ман болады. Яғни пальман, яғни 80 мың, 3,000 вон, яғни 83 мың вон. Пальман 3,000 вон. 10 деген кореян валютасы. Енді мына компьютер бізде 2,370,000 тұратын болса, оны былай айтасыздар. 200, яғни 200, 37,000 вон. Қараңыздар, осы жерде осы санмен түсіндіріп көрейін. Бастапқы, то есть аяғындағы ол 4,0, ол ман. Ман. Одан кейін, мынау қараңыздар, мынау өз санның өзі, мынау шип, мынау пек, если мына жақта тағы бір сан болатын болса, ол чон. Сонда айтқан кезде, егер де мынадан үлкен сан болатын болса, мына жерде пектен чоннан бастайтын едіңіздер да, бірақ мынау 2,370,000 деген басталғандықтан, біз оны пекпен айтамыз. Яғни пек, шип, сосын мынау сан, және 4,0 ол ман. Сонда 237,000 вон. Түсінікті деп ойлаймын. Енді мына жерде мына мен айтқанды жазып тұр екен ғой. Міне үлкен сандар 10 мың, яғни мыңның орнына 10 мыңды қолданылып айтылады дейді. Мысалы 350, біз қазақ тілін айтқан кезде, мұны 354 мың 790 деп айтамыз ғой, осылай жазылғандай. Олар кәрістер былай айтады. 35,4970 деп айтады. Осы санды. Мына жерге жақсы мысал келтіріпті. Енді оны оққан кезде 35,470. Яғни біз 354,790 деп айтсақ, олар тура осы санды үтірді мына жаққа қояды да. Сонда 35, айттым ғой жаңа, соңғы 4,0-дан алдын қояды да, нені үтірді ше. Сонда 4,0-ді просто ман деп айтады да, қалған жаңа барынша айтады. Вот. Енді мысалы мына жерде 6,354,790 дегенді, олар 635,4790 деп айтады. Сіздер қазір кішкене шатасуларыңыз мүмкін, бірақ көп қайталаған сайын барып оны түсіне бастайсыздар. Қазір сіздерге
прям неге мынандай 6 миллион ғой бұл деп кіріспеңіздер. Просто корей тілі осындай екен, оның табиғаты, значит мен осы жаттап аламын деп просто жаттап алыңыздар. Өйткені оның қатты кірісіп кетсеңіздер бастарыңыз ауырып кетеді. 635.4790, яғни оны оқыған кезде 635만 4,970 деп айтады. Негізі мен шынымды айтайын, мынандай сандар айтқан кезде мен де сәл қиналамын, әлі де қиналамын. Мысалы, қанша оқып жатырмын, бірақ әлі де қиналамын. Себебі сандар, өйткені мен просто туғаннан бері айтып жүрген саныммен, мысалы, орыс тілінде де, ағылшын тілінде де, үш тілде де мен сондай қылып айтып жүрдім да, и басталды корей тілім, и вообще миым басқаша болып кетті дегенде ғой. Енді мына жерде мына қандай сан бізге так көрейікші, 26.354.790 ғой енді қазақ тілінде ше. Олар бүйтіп айтады, 2635.4790 деп айтады. Өйткені соңғы төртеуді алып қалады да, оны ман деп айтады да, қалғанын сондай қылып айтады деп айттым ғой. Енді оны қарсы кәдімгі оқылуын айтайық. 2000, яғни 2635 яғни одан кейін 4,790 сондай. Егер де екінші ереже, егер де сан бірден үлкен болатын болса, онда бір алдындағы бір ол оқылмайды. Мысалы, 10-да 1-0 ғой, мысалы 10 деген ил шип емес, просто шип деп айтады. 110 деген ил бек шип емес, просто пек шип. Яғни 110. Мысалы, бізде 110 деп ешкім айтпайды ғой, мысалы 150, 130 деп айтпайды ғой. Негізі бір тұр, бірақ оны 100 деп айтпайды ғой, просто 100 деп айтады. Бірақ 2-3-ке келген кезде айтады 200 деп ше, 300 деп. Ал 100-ге келген кезде именно бір айтылмай кетеді. Ол қарсы тілде тура сондай. 110 ғой негізі, бірақ оны 110 деп айтамыз да біз. Сол сияқты елбекшіп емес, пекшіп. Мысалы 1110 ғой, мынау 1110, 1110. Осы жерде 1000 деп айту керек қой негізі, 1110 деп ше. А бірақ негізі біз 1110 деп айта саламыз. Сондай жақта мына қарсы тілінде де сондай. Ил чон пекшіп емес, чон пекшіп. Мына жерде де 11 000 деп айтпаймыз. Қазақ тілін егер білсеңіздер, негізі түсіну керексіздер бұны айтып жатқан нәрсемді. 11.110 деп ман чонбекшіп, яғни ил ман чонбекшіп деп емес, ман чонбекшіп деп айтамыз. Ал енді үшінші ереже. Мына жерде бізде юк деген ол 6 деген сан, иә. Сол кезде негізі шип, иә, 10 деген. Ал мынау шим юк болып кетеді. Қалай ол? Негізі жазылу бойынша шип юк болу керек. Шип юк, ишип юк, самшип юк, кушип юк болу керек қой енді ше. 16, 26, 36, 46 деген сияқтылар. Бірақ корей тілі ол жұмсақ тіл болғандықтан біз олай ауызға айтуға өте ыңғайсыз. Шип юк деген бір түрлі ғой. Сол үшін олар жұмсартады. Шимнюк, ишимнюк, самшимнюк, кушимнюк, яғни осы 10-дықтардан кейін 6 тұрған кезде, онда соны біз кішкене жұмсартамыз. Б, шип деп емес, м ғып айтамыз. Шимнюк, ишимнюк, самшимнюк, кушимнюк деп. Төртінші ереже. 0 ол кейде коң болып оқылады, кейде айтылады немесе йоң болып оқылады. Бірақ именно телефон номерге келген кезде ол коң болу керек. Яғни мына жерде номерлерде 0-дер болады ғой, сол кезде сіз йоң деп айтпаңыз, коң деп айтасыз. Номер телефон, именно телефон номер айтқан кезде 0-дер кездесіп қалса, онда біз коңды айтамыз. Мына жерде айтып көрейік міне. 6, 0, 8, яғни 6, 0, 8 емес, 6, 0, 8, 8, 2, 5, 4. Енді 010, 4783, 0274. Міне осылай. Бірақ егерде байқасаңыздар, мына жерде деген, яғни деген нені жазып тұр. Сонда сіз мынандай 4 сандықтар, негізі Кореяда
осындай 4 санықтан екеу болатыны 0 кодынан кейін уже осыны 4 сан, яғни 8 сан болады да. Соны 4 саннан кейін ән айту керек. Сонда 6508에 8254 осылай айтады. 010 4783에 0274 осылай. Болды. Жаттап алыңыздар бұны. 5-ші жағдай, яғни 5-ші ереже. Телефон номерді оқыған кезде екі жағдай бар дейді. Міне біріншісінде екі номер, бір номерді екі түрлі қойып айтады. 7804에, яғни мына жерде ені айтамыз да. 3577. Енді екінші жағдай. Жаңағындай айттым ғой, бір-бірлеп негізі көбінде айтады деп, бірақ 7804, 3577 деп те айтсаңыздар болады. Бірақ негізі мен көп ондай естімедім. Мен көп естігенде осылай бір-бірлеп 7804 деп бірінші жағдайды көп қолданады. Негізі разница жоқ. Мынаны былай айтсаңыз, 7804 деген 7804, яғни 7804. Google, яғни Google. Одан кейін 3000, 3000, 500, 577, яғни 77. Бон, яғни бон деген соныншы номер деген сияқты. Бұл жерде деген әріп болғанмен, бұл жерде болып айтылады. Енді мына жерде біз сөйлемде қарастырайық. 사무실이 몇 층이에요? 오피스іңіз нешінші этажда, нешінші қабатта? 9층이에요. 9-шы қабатта, 9-шы этаж. 9, яғни ол 9, 층 деген қабат деген сөз. 이에요. Әрқашанда сол немесе имида, немесе 이에요 деген алдыңғы сабақта иданы егер түсінбесеңіз көрсеңіздер болады, мен түсіндіріп өткем. Жалғаймыз. 이에요. 전화번호가 뭐예요? Сіздің номеріңіз қандай деп тұр. 뭐예요 деген сіз номеріңіз біздің тілмен сіздің номеріңіз қандай деп сұраймыз, олар 뭐예요 деп сұрайды. Енді оны былай айтасыздар. 019 коды 8729에 9509예요. осылай номерді айтасыздар. Енді 019 8729 9509 дейді. Келесі сөйлемде 몇 번 버스를 타요? нешінші номердегі автобусты мінесіз, автобусқа мінесіз? Ол айтады 705-ші автобусқа мінемін дейді. Сонда 705, яғни 705 бон, обязательно бонды қосасыздар, өйткені ш деген яғни 705-ші автобусқа мінемін деген сияқты. 705번 버스를 타요. енді чеки 얼마예요? кітап қанша тұрады? 25,000 won이에요. яғни бұл жерде мына жерде негізі 25,000 ғой, үтір мына жерде қойып тұр да. Ал кәрістер үтірді мына жерге қояды. Сонда 20, яғни бүйтіп айтады олар. 25,000. яғни мына жерге қойған кезде 4-0 осыға қалады. Сонда 25,000, яғни 20,000 деп па, солай айтады. Тапсырма. Енді Қытай тілінен енген корей сандарын мына жерде тапсырма бар. Осыларда мынау сандар тұр. Осы сандарды қалай ауызша айтылатынын, яғни жазылатынын осы жерге жазасыздар. Сөйтіп біз келесі сабақта қарастырған кезде осы тапсырманы қарастырып өтеміз. Ал енді бүгін осы сабақты сразу жалғастырып кетейін. Корей тілінің өзінің сандары, яғни өзінің тілінің сандары. Енді жаңа Қытай тілінің сандарын мүлдем барлығын ұмытасыздар, бәрін жауып қойыңыздар да. Енді мынаған қараңыздар. 1 деген ол хана, 2 деген дуль, 3 деген сет, 4 деген нет, 5 деген тасот, 6 деген йосот, 7 деген илгоп, 8 деген йодол, 9 деген ахоп, 10 деген йол. Қайта айтып шығайық. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. енді 11, 20, 11, 12 деген сияқтарды өтек. 11 деген 열 하나. Міне 11, сонда 열 하나. Енді 20-дан басталып смол.
30 деген сорын, 40 деген махын, 50 деген шүн, 60 деген есун, 70 деген илхын, 80 деген йодын, 90 деген ахын, 100 деген пек. Кәдімгі жаңағындай пек. Енді бұл сандарды қай кезде кәрістер қолданады? Кәрістер санаған кезде қолданады. Мысалы, біз санай береміз ғой, мысалы, біреу, екеу, үшеу, төртеу деген сияқты. Біреу адам, екі адам келді, екеу адам келді. Кітап, қанша кітап бар сенде? Екеу кітабым бар деген сияқты айта береміз ғой, бәріне еу деп. Қанша машинаң бар дегенде, біреу машинам бар деген сияқты. Бұлар сол еу, мысалы, бүкіл нәрсеге біз еуді жалғап жатырмыз қой. Бұлар әр нәрсеге өздерінікін жалғайды. Мысалы, адам деген кезде мёңды жалғайды, мёң. Яғни сізге семёң деп айтса, яғни сізге 3 адам туралы айтып жатыр. Ол басқа зат ешқандай бола алмайды, тек қана адам туралы айтып жатыр. Екінші түрі бар бун деген. Бун деген кішкене сыпайы, яғни жас үлкен кісілерге айтылады, бірақ негізі не обязательно, мысалы, сыпайы түрде сізге сервистегі адамдар айтуы мүмкін, 3 адам деген кезде. В общем, мёң және бунды естіген кезде сіздер адам туралы айтып жатқанын түсінесіздер. Енді мына жерде мари деген ол жануарларға қолданады. Яғни ту мари, се мари, тазо мари деп айтып жатса, онда сізге ол адам туралы айтып жатқан жоқ, кітап туралы айтып жатқан жоқ, басқа зат туралы айтып жатқан жоқ, именно жануар туралы. Жануар, аңдар, құстар, солар туралы. Енді кон деген ол кітапқа арналады. Кітап заттарға. Енді қараңыздар, мына жерде қарастыратын нәрсе, мен тағы айтуды ұмытып кетіппін. Мына жерде хана деген неге хан деп жазып қойған, дул деген неге ду деп жазып қойған десеңіздер, бұл хана деп осылай санаған кезде айтылады да, бірақ мынандай бір нәрсе жалғанған кезде мынау асылы оқылмай қалады. Сонда хан, мысалы, адамды айтқан кезде хан мёң, хана мёң емес, хан мёң. Мысалы, дул мёң емес, ду мёң. Мысалы, сет мёң емес, се мёң, яғни 3 адам. Хан бун, 1 адам. Тумари, яғни 2 жануар деп тұр. Некон, яғни 4 кітап. Мына жерде ке деген негізі көп нәрсеге пайдаланады. Ол тек қана алмаға деп ойлап қалмаңыздар, ол көп нәрсеге пайдаланады негізі. Ал жаң деген именно қағаздар бар ғой, мысалы, 1 қағаз, 2 қағаз, 3 қағаз. Осы жаң деген қағаздарға қолданылады. Пёң деген ол, в общем, баклажка, бутылка, тағы не бар, сондай нәрселерге, мынандай стеклянный болсын, сондай құйылатын бутылка, немесе мысалы ваза бар ғой, сондай сияқты нәрселердің барлығына пёң. Жан деген чашка, яғни 1 стакан или 1 пиала біздің тілмен, сондай. Мысалы, сіздерде кофе туралы айтатын болсақ, кофе хан жан, яғни 1 чашка. Келесі Д деген, 2 деген ду, ал Д деген ол көлік автомобильдерге арналған. Ту Д, яғни 2 машина. Саль деген ол жас, адамның жасын айтқан кезде осы сальды қолданамыз. Мына жерде мынау кәрістер жалпы бала туылғаннан кейін 1 жас тойын жасайды. Сол тойы, яғни хан саль, тойдың суреті. Мына соңи деген гүлдерге, өсімдіктерге. Йол соңи, яғни мына жерде 10 штук гүл бар деген сөз. Көлле деген аяқ киімге арналған. Хан көлле, яғни пара деген сияқты, бізде 1 пара аяқ киім деп айтамыз ғой. Сол сияқты хан көлле. Бұл жерде корей тілінің өзінің сандары, өзінің тілінің сандары уақытты, яғни сағатты айтқан кезде, және де санаған кезде, яғни бөлшектерді санаған кезде қолданылады. Өздері жалпы адамдарды санаған кезде, заттарды санаған кезде, мысалы, адам деген айтып кеттік мёң, мысалы, жануар болса мари, яғни сіз мёң деген кезде точно адам туралы айтып жатқанын білесіз. Сол жері жақсы, бірақ енді мынаның бәрін жаттау кішкене қиындау болады. Бірақ жаттай аласыздар деп ойлаймын. Және де мысал келтіріп кетейік, мына жерде хаксен хан мёң, яғни хан мёң дейді, бір хаксен деген яғни адамға байланысты бір зат, бір нәрсе. Адам, яғни ол хаксен деген негізі студент, яғни студент 1 адам. Ке тумари дейді. Тумари деген, яғни 2 бір жануарды айтып жатыр.
개 деген сіз мысалы мына сөзді білмейсіз да. Бірақ тумари дегенді оқыған кезде, жануар туралы айтып жатыр деп сразу түсінесіздер. Бірақ 개 деген ол ит деген сөз. Се, кофе, се жан. Енді мына жерде кофе деген оны білесіздер ғой барлықтарыңыз. Кофе, не, яғни 4 нет негізі не болады. Кола, не 병. Кола деген білесіздер, кока-кола, не 병, яғни 4 бутылка, баклажка, я. Small деген 20 деген сөз, бірақ ол small болып оқылады. Сагва, smallге, яғни алма 20 штук. Штуктарды айтқан кездегі сандар. Жазылуын білеміз, ол хана және оқылуы, бірақ жалпы ге, яғни штук деген бөлшектің сөзін жалғаған кезде, онда мынау 4-ке дейінгі сандар өзгереді. Хана емес, ханаге емес, ханге. Дөлге емес, түге. Сетге емес, сеге. Нетге емес, неге. Одан кейін ары қарай өзгермейді. 5ке, 6ке, 7ке, 8ке, 9ке, 10ге. Одан кейін нақты тағы да хана келіп қалды ғой. Йол ханаге емес, йол ханге. Йол дөлге емес, йол дүге. Және де small, яғни 20 деген санда астындағы л-сы ге-ге келген кезде оқылмайды. Smallге емес, smallге. Small ханге, small ханге, small дөлге, small дөлге. Яғни егер де одан кейін буын жалғанған болса, онда ол өзі оқыла береді л-сы. Ал егер де осыдан кейін жалғанбай уже басқа сөзге өтіп кетсе, онда л-сы оқылмайды smallге. Енді айтып өтейік осы үйренген сандарымызда. Мьоң деген адамдарға қолданады, яғни 한 명, бір адам, 2 명, 2 адам, 3 명, 4 명, 5 명, 6 명, 7 명, 8 명, 9 명, 10 명, 11 명 осылай кете береді. 20 명, 20 адам, 몇 명, осы қанша адам келді деп сұрайсыздар, мысалы қонаққа қанша адам келді, 몇 명 депші. Сол кезде сіз санына байланысты осы сандарды қолданып айтасыз. Бун деген, міне, бунда тура осылай хан бун, ту бун, се бун, не бун. Бұл бун деген жалпы мьоң дегенді неге қолдана бермейді десеңіздер, бун деген ол кішкене сыпайырақ түрі. Егер адамды сыпайырақ айтқыңыз келсе, мысалы үйіңізге қонаққа бір үлкен кісілер, мысалы 10 үлкен кісі келсе, онда сіз йол бун деп айтасыз. Яғни солай сыпайырақ жеткізгіңіз келгенде осы бун деген сөз қолданасыз. Бүкіл жан жануарлардың барлығына мари, яғни мари деген кезде сіз точно жануар туралы айтып жатыр. Мысалы алдындағы сөзді білмесеңіз де мари дегенді көріп, значит жануар туралы санап жатыр екен деп түсінесіз. 한 마리, 2 마리, 3 마리, 4 마리, 5 마리, 6 마리, 7 마리, 8 마리, 9 마리, 10 마리, 11 마리, 20 마리, 몇 마리, яғни сұраған кезде 몇 마리. Кітап, дәптер сияқты неғған кезде кон, 한 권, 2 권, 3 권, 4 권. Мына заттар, көп заттарды негізі санаған кезде гені негізі общий гені қолданасыздар. Мысалы алма, қайшық, обычный заттар, мысалы ручка деген сияқты, ханге, туге, сеге, неге, пакет деген сияқты. Бутылка, баклажканы пёң, 한 병, 2 병, 3 병, 4 병 осылай. Енді сөйлемде мен сіздерге тағы да қайталап өтейін. Алдыңғы сабақтарында да айтқам негізі. Сөздерді жаттаған кезде сөйлеммен жаттауға тырысыңыздар. Яғни дұрыс сол кітаптағы сөйлемді тауып, сөйлеммен жаттаңыздар. Себебі сөзді жаттаған кезде сіз оны сөйлемде қалай қолдану керек деп ойланып кетесіз да. Ал егер сөйлеммен жаттайтын болсаңыз, уже сіз білесіз да, ол сөйлемде қалай қай жерінде тұру керек, қалай қолдану керек. Сіз қатты қиналмайсыз. Сол үшін сөйлеммен жаттауға кеңес беремін. 가족이 몇 명이에요? яғни отбасыңызда қанша адам бар дейді. 우리 가족은 4명이에요. біздің отбасымызда 4 адам бар. яғни 명 деген ол адам. 4 адам бар. 동생이 몇 살이에요? сен жаңағы өзіңнен кіші бауырыңның жасы нешеде дейді. 남동생은 23살이에요. 여동생은 20살이에요. ол інісі, яғни 23 жаста, ал қарындасы немесе сіңлісі 20 жаста. 여기 사과 3개, 콜라 1병 주세요. міне алма 3 штук, кола
3 бутылка беріңізші дейді. Не, моду 3600 원입니다 дейді. Я, барлығы 5600 вон дейді. Енді тағы да сіздерге бүгін тапсырма көбейіп кеткен шығар, бірақ корей тілінің өзінің тілінің сандарына байланысты тапсырманы, яғни 5 қана сөйлем екен. Осыны орындап көріңіздер. Келесі сабақта осы тапсырмаларды талқылап барып, келесі сабақты бастайтын боламыз. Өтініш, сандарға келген кезде қатты ойланып, бұның логикасын неде деп қатты ойланбаңыздар. Тек қана просто жаттап алыңыздар. Бұл жерде тек қана зубрить етіп жаттап алу қана көмектеседі. Және де қай кезде сан көрсеңіздер де дұрыс қолдануға үйреніңіздер. Және санның өзін емес, бір сөйлемдерде тауып алсаңыздар жақсы. Мысалы, сөйлемдерде болады ғой, мен 3 күшікті сатып алдым деген сияқты, мысалы, ке, семари деген сияқты, солай жаттаған кезде, солай сөйлемнен көрген кезде, мен айтқым келетіні, сөзді сіз сөйлемнен көрген кезде дұрысырақ жаттайсыз, и оны кейін дұрыс қолданатын боласыз. Сонымен менің сабағым пайдалы болды деп ойлаймын, әрине үміттенемін. Егер де видеом ұнаса, видеома лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер көп рахмет. Сау болыңыздар.